Сәлеметсіздер ме? Мен нөмірі 66 Қазығұрт жалпы орта білім беретін мектебінің 9 сынып оқушысы Жомарт Айбарыс Жәнібекұлы. Менің ғылыми жетекшім информатика пәнінің мұғалімі Садықова Перизат. Автокөліктің қолданыстағы модельдерді әзірлеу саласындағы техникаларды құрастыру менің мақсатым. Бұл роботтың атауы күннен энергия, күн батарейкалы жапырақ жинағыш робоэлектромобиль болып саналады. Бұл робоэлектромобиль күн энергиясынан, күн платалары арқылы күн энергиясынан қуат алады, және де осы магниттары арқылы көшедегі жапырақтарды, қоқыстарды тазалайды. Бұл роботының бір тиімділігі, ода артық шығын жоқ, адам тек басқарып отырады және өзі күннен энергия алады. Енді сіздерге іс жүзінде көрсеткім келеді. Бұл арнайы пульт арқылы жасайды. Мына жердегі тетігін қоссақ, сонда ол жұмыс жасайды. Өзінің арнайы бұратын рульдері бар, артқа қарай, алдыға қарай жүреді. Енді болашақта осы робоэлектромобильді ары қарай дамытып, меңгеріп, өзіміздің қолданысқа елге енгізгім келеді, көптеген жетістіктерге жеткім келеді.